Сәлеметсің бе балақай? Бүгінгі тақырып геометриялық пішіндер, шеңбер, шаршы, тіктөртбұрыш, үшбұрыш, сопақша. Міне, суретке қара, мен айтамын, қайтала. Үшбұрыш, шаршы, шеңбер, сопақша, тіктөртбұрыш. Мынау шеңбер, түсі жасыл. Төртбұрыш, түсі қызыл. Сопақша, түсі күлгін. Шаршы, түсі көк. Үшбұрыш, түсі қызғылт сары. Балақай, суретке қара, геометриялық пішіндерден әртүрлі суреттер құрастыруға болады екен. Үй, құс, шырша, ағаш. Енді мысықтың тапсырмасы. Қызғылт түсті пішіндерді сана. Дұрыс, 3. Артық пішінді тап. Жарайсың, 3бұрыш. Артық пішінді көрсет. Жақсы. Суретке қарашы. Заттар қандай пішіндерге ұқсайды? Я, терезе шаршыға. Келесі ойын қандай пішін жетіспейді? Бос төргізде қандай пішін қоюға болады? Дұрыс, 3бұрыш. Енді балақай, сергіту сәтін айтамын, менімен бірге қайталап айт. Құстарға ұя жасайық, үстіне қойып 3бұрыш. Әдемі үйшік болады, астына қойсаң 4бұрыш. Құс келсін деп ұяға дөңгелек қой, ортаға. Енді пішіндерге арналған тапсырманы қайталап айт. Шаршы, шеңбер, тікбұрыш, сопақ, жұлдыз, 3бұрыш. Мен шаршымын, 4 жағым бар, 4 жағым менің бірдей. Кел ойнайық балақай, билейік біз солай. Мен суретпін, мен терезе, мен шахмат тақтасы. Мен тағы теледидармын, мен жастайтын жастықпын. Тікбұрыш, қарама-қарсы жақтарым бірдей. Көңілдімін мен осы, кел билейміз досым. Мені сен көп көресің, мен тақта, мен экран. Мен рюкзакпын, мен қақпа, тез үйренеміз қорықпа. Мен сопақ, ұзартылған домалақ. Соңым жоқ, басым жоқ, енді бірге шапалақ. Мен жұмыртқамын, мен айнамын, мен міне осындай пішінмін. Мен қоңыз, мен картоп, аяқпенен топ, топ, топ. Жанып тұрам, түнгі аспанға қарашы сен. Бесік ойының айтам, айтшы
ойлаймын күшік емес. Шаршы шеңбер тік бұрыш, соққан жұлдыз үш бұрыш. Шаршы. Келесі тапсырма. Суреттегі заттар қандай геометриялық пішіндерге ұқсайды? Кітап шаршыға. Келесі. Енді сұрақ қоямын. Бүгін қандай пішіндермен таныстың? Дұрыс. Геометриялық пішіндер қандай заттарға ұқсайды? Үйге тапсырма. Геометриялық пішіндерден сурет құра. Жарайсың, өте жақсы, сау бол.